Canva арқылы сіздерге макет жасап көрсететін боламын. Видео макет. Canva-ның егер сіздерде про версиясы болатын болса, про версиясынан көптеген макеттерді жасауға болады. Бесплатный версияның өзінен жасауға болады, бірақ бұл жерде көптеген жаңағы нелер, қалай десем болады, белгілер, значоктар көптеген бұл жерде платный. Сол себепті бесплатный версиясында ондай функциялар жоқ. Сол себепті платный версиясын алуға кеңес беремін. Бұл жерде мысалы видео, мысалы еда деп іздейік. Бізге мысалы заказ еды, доставка еды. Мысалы бізде кухня, восточная кухня, қандай кухня болатын болса, допустим, мысалы еда басқаша шығып кетті. Доставка еды видео дейік. Доставка еды видео. Мінекей доставка еды видео. Разные видеолар шығады. Мінекей мынандай ағып шықты, мынандай ағып шықты, мынау әдемі шықты. Мысалы бізге осылай бургер, пицца, неше түрлі болатын болса, иә, осындағы видеоны аласыздар. И сосын мына жердегі текстті өзгертесіздер. Допустим, мына жаққа жазасыздар. Доставка еды. Мысалы мына жерге пицца. Бүйтіп жазайық. Закажи суши. Получи бургер в подарок. Қазір коррекция жасаймыз. Подарок. Коррекция жасаймыз мына жазуды. Кішкене кішірейтеміз және былайдан созамыз. Мәтінет созған болмай қалды. Осылай әдемі тұр. Мына жерге через час получите свой заказ. Получите свой заказ. Енді мына жерде қате болса кешірім сұраймын. Мен асығып жасап жатқандықтан. Через час получите свой заказ. Ну, примерно осылай. Мына жердегі сөздерді өшіріп тастасақ болады, так как бізде TikTok-тың астыңғы жақтарында TikTok-тың никнеймдары тұрады, яғни аты деген сияқты, иә, жми, закажи, егер реклама шығатын болса. Мына жерге өзіміздің логотипімізді қоюға болады. Айналасына, ортасындағысын өшіріп тастап, мысалы мына жерге логотипті қоюға болады осының орнына. Мысалы логотипімізді мына жерде деп есептейтін болсақ, мысалы я загрузкидің ішінен, мысалы мына жер логотип. Мына логотип деп есептейтін болса, осыны мынаның ішіне ғана дайнап қоямыз. Мына жерге болмай жатыр. Назад дейміз. Мынаны өшіріп аламыз, мысалы. И сосын осының орнына рамка дегенді іздейміз. Элементы. Элементайдың, кстати, көбісі платный болады, сол себепті. Осы жерде мінекей рамканы қойдық мына жерге. Осы рамканы кішірейтіп аламыз дағаны. Мына жерге қойып, біздің өзіміздің логотипімізді саламыз. Мысалы, бізде логотипіміз. Қазір мына жерге барайын загрузкада. Менде может быть есть логотип. Может быть и нет. Логотип. Так. Мына жерде басқа бір кісінің жасаған логотипі бар екен. Соны көрейік, кәне. Басқа темаға сәйкес, бірақ дегенмен осылай қоюға болады. Мысалы, назад и можем, например, мынаны қоюға мысалы. Осылай қойды. Мына жақта логотип тұратын болса. Осылай етіп жіберсек болады. Енді сохранить, поделиться и скачать. Скачать. Болды. Мына жерде видео MP4 форматында сақталады. Скачать и осыны сақтап аламыз дағыны өзімізге. Сосын рекламаға жібере береміз. Canva форматында жасау осылай болады.